Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте дәмді запеканка дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: картоп, қызанақ, пияз, тауық еті және сыр. Мен бұл жерде барлығын турап дайындап қойдым. Алдымен пюрені дайындап аламыз. Ол үшін картопқа су құйып, тұз салып, піскенше қайнатып аламыз. Картоп піскенге дейін қыздырылған табаға аздап май құйып, тауық етін салып, пиязымызды салып, және қызанақты қосып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін аздап су құямыз. Және суы тартылғанша біраз қайнатып аламыз. Картоп пісті, енді сүзіп аламыз және пюре дайындаймыз. Пюре дайын болды. Енді осы пюремізді тегістеп, үстінен жаңағы қуырған етімізді саламыз. Ең үстінен сырды теркадан өткізіп аламыз. Енді бетіндегі сыр ерігенше духовкаға аз уақытқа қоя тұрамыз.